Кіші Талдыкөл үшін талас жалғасуда. Мәселеге экология министрлігі араласқаннан кейін сулы батпақты аймақта қайта зерттеу жүргізілетін болды. Мамандардың қорытындысы шықпайынша көлді құрғату немесе құрылыс жұмыстары басталмайды. Әкімдік пен тұрғындардың Талдыкөл үшін тартысуына не себеп болды? Балық өсіруге де жарамайтын суға бола экологтар неге дабыл қағуда? Алмас Амангелді зерттеп көрді. Кіші Талдыкөлдің тағдырына алаңдаған жергілікті тұрғындар осы маңда жиі бас қосады. Бәрі де күн сайын терезелерінен аққуды да қоянды да көретіндерін айтады. Бастапқыда көлдің жағалауы саябаққа айналуы тиіс болған дейді. Сол себепті оны құрғатып тұрғын үй құрылысына беруге мүлдем қарсы. Біз зеленый кварталдың алдындағы сияқты бассейн істейміз. Мен айтам, искусственный бассейнді керегіне қаншама миллиард жұмсап, когда осындай табиғи бар кезде. Бұл табиғидің ішінде су шығып жатыр өзі. Бұған ешкім құйып атқан жоқ. Если посмотреть и захотеть увидеть, в принципе, там озеро, ну, наверняка кто-то увидит озеро. То, что я вижу, там реально, если с Е10 спуститесь, посмотрите, там реально болото, которое, ну, скажем, такое непроходимое, непролазное. Сонымен кішкентай Талдыкөл көл ме әлде батпақ па? Жергілікті халық бұл жерден көлді көреді, билік болса тек балшықты ғана байқайды. Ал біз не көрдік? Мен тура қазір тараптардың таласына айналған кішкентай Талдыкөлде тұрмын. Шынымен де бұл жердің суы өте саяз, тобықтан ғана келеді. Әрі қарай асты мынандай қара батпақ. Алайда бұл жерде тіршілік жоқ деп айтуға да ауыз бармайды. Қазақстанның биоалуан түрлілікті сақтау қауымдастығы Кіші Талдыкөлде 5000-ға жуық құс мекендейтінін алға тартып отыр. Табиғат қорғаушылар қанаттылардың 31 түрін есептеген. Кіші Талдыкөл қоныс аударатын құстар үшін таптырмас орын дейді. Саяздығы тамақ табуға қолайлы, қамысты жағалау, балапан басуға ыңғайлы айтуларынша. Сол себепті балшық болса да, экожүйенің ажырамас бөлігіне айналған жерді құрылыс алаңына айналдыруда қылмыс деп санайды. Климаттың өзгеруі өте жоғары қарқынмен жүріп жатыр. Егер ондай орындарды біз құрғататын болсақ, онда 2-3 жылдың ішінде мүмкін Астана жазда 40-45 градус болатын шығар. Сондықтан бұл адамның өзіне, өміріне кері әсерін тигізетін жайт. Сондықтан бұған жол бермеу керек. Бұл заң жағынан да қайшы, халықаралық заң жағынан алсаңыз да, ұлттық жаңағы біздің заңдарымыз жағынан алсаңыз да, бұл әрекет қайшы іс-әрекет. Кіші Талдыкөлдің тарихы еліміздің еңбек сіңірген архитекторы Серік Рустамбековке де жақсы таныс. Елорданың бас жоспарын жасауға қатысқан сәулетші аталған аймақ бұрыннан жер асты суларының табиғи қоймасы екенін айтады. Сол себепті қандай да болсын құрылыс бастамас бұрын гидрогеологиялық зерттеу жүргізілу керек деген пікірде. Судың бетіне жерді төгіп тастап, үстіне ғимаратты орнатқан ол қателік. Өйткені бұл жаңағы проблема ешқайда кетпейді. Мына жерде суды құртсақ, ол су ар жақтан шығады. Ал су деген не? Жер асты суы жаңағы оның деңгейі көтеріліп жатыр. Қазірдің өзінде көтеріліп жатыр. Ол жаңағы су құбырларына, канализация құбырларына, тіпті жаңағы электрика кабельдері қазір судың ішінде жатыр. Ол әрине қауіпті. Сәулетші көл құрғатылған күннің өзінде де жерасты сулары бой көтерген ғимараттардың құлауына себеп болуы мүмкін дейді. Ал мұнда әлеуметтік баспана салынатынын ескерсек, арзан құрылыстың қабырғасы қаншалықты шыдас беретіні де күмәнді. Барлық шешім жергілікті халықпен ақылдасу, талқылаудан өту керек. Себебі экологиялық заңнамаға сәйкес қоғамдық талқылаулар жүру керек. Талқылаулар болады да. Экология министрі Мағзұм Мырзағалиев көлді құрғату жұмыстары экожүйенің бұзылуына әкелуі мүмкін деген пікір білдірді. Алдағы уақытта ғалымдар мен эколог сарапшыларды тарта отырып, мәселе толық зерттелетін болады. Осушить или не осушить, это не самоцель, у нас не стоит задача. Біздің көлді құрғату не құрғатпау мақсатымыз жоқ. Біз эколог емеспіз. Қайта сараптама жасасын. Егер тимеу керек деген қорытынды шығарса, біз тиіспейміз, сақтап қаламыз. Кіші Талдыкөлдің тағдыры енді қайта зерттеу жүргізетін экология министрлігінде. Айта кету керек, 2013 жылы жекеменшік ғылыми өндірістік кәсіпорын зерттегенде судың тереңдігі 3,5 метр, ал құрамында фтор, эфенол мен ауыр металдар бар екендігі белгілі болды. Ал бүгінде Кіші Талдыкөлдің тереңдігі бар жоғы 30-40 сантиметрден аспайды дейді шенеуніктер. Яғни батпақты аймақ өз бетінше құрғап кетсе, экологиялық мәселенің көкесі сол кезде болуы әбден мүмкін. Алмас Амангелді, Марат Бейісов, Әділғазы Төлеміс, Атамекен бизнес арнасы.